Мен Сейітжан Бекжан Ержанұлы, Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атамыздың есіміне берілген орта мектеп гимназиясында математика пәні мұғалімімін. Жас маманмын. Ал мынау менің сыныбым. Биыл ұстаздық мәнсабымның алғашқы жылы. Оқу жылының басынан 10-шы Б сыныбына жетекші болдым. Оқушылармен жұмыс істеу мен үшін аса ауыр болмады. Керісінше, жас ерекшелігіміздің барынша аз болғандығы тіл табысуға септігін тигізді. Өзара байланыс орнады, ортада сенім артты. Оқушыларым тек сабақпен шектелмей түрлі үйірмелерге қатысады. Спорт, өнер жағын қатар алып жүреді. Олардың білімге деген құштарлығын арттыру үшін жиі топтық жұмыстар, челлендж түріндегі ойындар өткізуге тырысамын. Кітап оқуды қалай қызықты етіп өткізуге болады? Ол үшін сыныппен ойын өткізейік. Мысалға, мен мына кітапты 2 апта көлемінде оқып бітемін. Енді сендер де тура осылай бір кітап таңдап, ортаға өз пікірлерімен бөлісіңдер. Мен осы кітапты оқып бітірмесем, онда сыныптағы балаларға бір шоколадтан алып беремін. Мен осы кітапты оқып бітірмесем, 20 рет келмеге тартыламын. Мен осы кітапты оқып бітірмесем, TikTok желісіне кірмеймін. Артық ағайын, біреуге бір әрекетті істе деп айтпас бұрын, алдымен оны өзіміз үлгі ретінде көрсетуіміз керек. Яғни, өзімізден бастау керек. Мен кітап оқимын, сіздер де кітап оқыңыздар.